Смаламен жұмыс істеген кезде алдында атап кеткендей қауіпсіздік ретінде, яғни жиһазды, сіздің жұмыс үстеліңізді сақтап қалу үшін, бүлдіріп алмас үшін негізінде сіз дастархан төсеуіңіз керек. Сондай жұмыстарға мен осындай силиконовый коврик қолданамын. Неге мұндай коврик қолданғанымды қазір атап өтем. Яғни қазір біз фурнитураны құямыз шайырмен. Сол құйған кезде оларды орналастыру үшін осындай ковриклар өте жақсы болады. Қазір біз дайындаған смаламызды осы фурнитураларға құямыз. Бұл бізде алқалар, подвеска немесе қуын дейміз. Мынау бізде заколка, шаш қыстырғыш. Және сырға. Мысалы, алдында мен бұл брошканы акрил краскасымен қолдандым. Қытай маркасының маған нәтижесі өте ұнамады. Сол себептен қазір мен шайыр араласқан бояулармен құямын. Бірінші осы фурнитураға боялған шайыр құямыз. Ішін ақырындап қара түске толтырамыз. Астындағы қызыл түсті көрінбегенше дейін. Сыртқа шығып кеткен жерлерін қазір біз таяқшамен, мақта таяқшалармен алып тастаймыз. Бірақ мақта таяқшаны қолданған кезде абай болу керек, өйткені оның талшықтары бар. Шайырдың бетіне немесе шайыр тиген жерді сүртесіздер, сол кезде жабысып қалуы мүмкін. Және сіздің жұмысыңызды кепкен кезде бүлдіру мүмкін. Жақсылап осы ковриктің үстінде жайғастырамыз. Келесі бір түрі мына шаш қыстырғышты көреміз.
кейбір фурнитураларда осы основаға қарасаңыздар, осындай ішінде узорлары болуы мүмкін. Бұл кішкене ыңғайсыз, өйткені шайырды тегіс біркелкі қылдырып құю үшін соған кедергі жасайды. Яғни сіз мөлшерден тыс шайыр құюыңыз керек болады. Сіз основаға құйып болғаннан кейін гүлді орналастырасыз. Сол кезде гүл кепкеннен кейін үстіне шайыр құйған кезде, мына қосымша шайыр құйған кезде мына фурнитураның ішінде орны болмауы мүмкін. Және осылай ковриктің үстіне орналастырған кезде үстелдің үсті тегіс болу керек. Ал енді ақ түсін қолданамыз. Міне көпіршіктері азайды, жоқ деуге де болады. Енді асықпай ақырын шайырымызды құямыз. Және келесі шаш қыстырғышты ақ түспен бояймыз. Әрбір бұрышына бояудың сіңгенін қараймыз. Кейде осындай қуыстарда ауа болады да, смола шайыр құйған кезде. Ол кейін кепкен кезде, ауасы шыққан кезде көпіршік болып қатып қалуы мүмкін.
көбінесе осындай қола түстес фурнитураларға ақ түсін қолданған кезде көптеу қосу керек, құю керек, өйткені астындағы несі көрініп тұрады, қара болып фурнитурасы. Мысалы, смоланы құйып болғаннан кейін мұндай көпіршіктер қалып қою мүмкін. Ол көпіршіктерді біз мұндай таяқшалармен ақырын жарамыз. Өте абай болу керек, өйткені уже смола қоюланып жатыр. Таяқшаның орны қалып қою мүмкін. Немесе сыртқа шығып кетуі мүмкін. Міне алдында мен айтқандай, мына заколкада біз байқап отырмыз, екеуі екі жағындағы неде қара дақтар. Бұл дақ, яғни фурнитураның өзінің түсіне байланысты. Және бұл фурнитура біріншіден мұндай қиғаш болып келеді. Сол себептен мына екі шетіндегі құйған смоламыз бір жаққа қарай жиналып қалған. Оны біз бір этаптан кейін, екінші этапта тағы да бір ақ смола құйып, тағы да бояуымызға болады. Міне біздің құйған основамыз барлықсы кепті. Негізінен бұл смола 24 сағатта қатаяды. Яғни оны мен әлі соңына дейін жұмыс істеу мүмкін болмайды, бірақ қатты күйінде тұрады. Толық қату процесі, яғни 48 сағат. 2-3 күнде бұл толық қатады. Кейбір жағдайларда бұл толық қатпайтын кездер болады. Ол қандай себептері? Мысалы, мен мұндай заливка жасадым. Мұнда беті қатпаған, жабысып тұр. Міне, және менің іздерім көріп тұр, байқағандай. Бұл неліктен? Смоланы, шайырды біз араластырған кезде екінші компонентпен, қатайғыш компонентпен, сол кезде жақсылап араластырылмаған болуы мүмкін. Өйткені отвертитель қатайтқыш, бұл қандай да бір өзі құйылған бір ыдыста, ыдыстың жан-жағына қатады екен, жабысады. Бүкіл ыдыстың шетіне, түбіне оседает деп айтады ғой. Вот солай болады екен. Сондықтан бұны өте мұқият араластыру керек. Екінші бір себебі бұл шайырмен жұмыс істеген бөлменің температурасына байланысты. Өйткені құрғақ, жылы жері болса, сіздің құйылған заготовкаларыңыз барлығы жақсы кебеді. Яғни уақытымен, ешбір дефектсіз.
Ал эгерде бул бөлмө салкын және ылгалды болса, онда кебүү процесси узарады. Ол жанагы өздеринин айтылгандай 48 саат эмес, одан да көп болуу мүмкүн. Сол себептен шайырды дурус аралаштыруу өтө бул міндетті. Әйтпесе сиздин буюмуңуз брак болуп калат, жарамсыз болуп калат. Енді біз мына основаларымызды кепкенен кейін былай көлденең карасаңыздар, кейде шаң тозанын кылтанактары, жүн бирдеме жабысып калышы мүмкүн. Соны байкайбыз да. Және шайырды куйган кезде түссүз бир кораптын какпагы сондай болот, сонымен жауып коебуз. Өйткені бөлмеде сиз гана болсаңыз да, абада түрлүү шаң тозандар ұшып жүрет, кылтанактар, кылшыктар, солардан коргонуу үчүн. Өйткені эгер олар түссе, сиздин буюмуңузду бүлдүрөдү, яғни сапасыз болуп калат. Карап чыгабыз, текшерип баардыгысын. Міне көрүп турсуздарбы да, таптаза болуп кепкен. Енді біз осы дайындаган фурнитураларыбызга гүл тандайбыз.